Тағда өндірістік апат. Павлодардың Қазақстан алюминия зауытында 2 жұмысшы зардап шекті. Күтпеген оқыс оқиға зауыттың гидрометаллургиялық цехында болды. Нөмір 2 учаскеде сүзгідегі ақауды жою кезінде 43 және 37 жастағы азаматтың денесі мен көздерін термохимиялық күйік шалды. Оларға шұғыл медициналық көмек көрсетіліп, нөмір 1 қалалық ауруханаға жеткізілді. Алған жарақаттар өте ауыр. Біреуінің денесінің 85, екіншісінің 40%-ын күйік шалған. Қазір олар қалалық аурухананың жансақтау бөлімінде. Еуразиялық топтың құрамына кіретін Қазақстан алюминия зауытындағы апатқа қатысты тергеу амалдары басталды. Арнайы құрылған комиссия 10 күн ішінде нақты себептерін анықтамақ. Қазір олар жансақтау бөлімінде жатыр. Бізбен хабарлама жүргізілгесін, сол сәтте алюминий Қазақстан зауытына барылып, оқиға орнын қарастырылды. Жұмыскерлер клапан ревизиясын жүргізу үшін насосты өшірген, бірақ сол өшірілген насостың клапанын емес, қасындағы жұмыс істеп тұрған насостың клапанын шешкен. Сол уақытта сұйықтық атылып, олар күйік алды. Бұл соңғы аптада осымен 2-ші рет болған өндірістік апат. Жуырда ғана Павлодардың 3-ші жылу энергия орталығында қазандық құбырының ақауы салдарынан денесінің 75%-ы буға күйген 55 жастағы жұмысшы есін жимастан қайтыс болған. Жыл басынан бері Павлодар облысындағы кәсіпорындарда 114 төтенше оқиға тіркелген. 133 адам жарақат алып, 21 адам көз жұмған екен.